Perişteler cemaati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın köptөгөн perişteleri var. Бұл періштелердің кейбірлері bir ғана Аллаға ибадат қылу үшін жаратылған. Бұлар Аллаға ибадат қылудан башқа еш нәрсе қылбайды. Алардың кейбірлері Алладан алған хабарларды пайғамбарларға жеткірішеді. Кейбірлері Алланың жаратылыш құбылыштарын өзгертішеді. Күндің шығышы, батышы, күн жана түндің алмашуысы, жамғыр қардың жаашы, мезгілдердің алмашуысы. Кейбірлері ардайым адамдар менен бирге болады. Бұлардың қызматы инсандарды жаман жолдан қайтарып, жақшы жолға салу. Кейбірлері бардық қылған жақшы жана жаман іштерін жазышады. Қиямат күні қылған іштеріне жооп беришет. Алланың дағы бір кейбір періштелері адамдар жашаған жерді айланып жүрішет. Аллаға ибадат қылған, аны мақтаған, зикір қылған құлдарды табат жана Аллаға билдирет. Бұлар ақырқы топтағы періштелер. Күндердің бірінде бұлар Аллаға ибадат қылған құлдарды табу үшін жерге түшішті. Ошол вақта Алланы зикір қылып жатқан жамаатқа жолығышты. Дару арқы періштелерді де чақырышты. Издегендеріңіз бұл жерге келгіле. Арқы періштелер де алардың жанына келішті. Bir жамаат адамдардың bir жерге топтолып Алланы зикір қылып жатқанын көрішет та, бардық періштелер біргелікте қанаттарына асылып, аларды уғышат. Ушул уақта жер менен асман ортосуна періштелер толышат. Алланы зикір қылғандар тарағанға чейин періштелер алар менен бирге болушат. Жамаат тарағандан кейін періштелер да асманға көтөрүлүшөт. Аллах бардық болып өткөндөрдү билсе да, періштелерден сурайт: кайсыл жерден келе жатасыңар? Періштелер жер бетінде жашаған кейбір құлдарыңдың жанынан келе жатабыз. Алар bir жерге топтолушуп, сени зикір қылып жатышқан екен деп жооп беришет. Алла құлдарым bir жерге топтолушуп, эмне айтып жатышат деп сурайт. Періштелер Субханаллах деп сени мактап, Аллах акбар деп сени улуктап, ла илаха иллаллах деп сенден башка сыйына турган Кудай жок деп күбө келтиришип, альхамдулиллах деп сага шүгүр кылышып жатышат дешет. Алла менен периштелер арасындагы сүйлөшүү мындайча уланды. Алар мени көрүшүптүрбү? Мынчалык мактады: Жок, о жаратуучум, сени көрүшкөн эмес. А мени көрүшсө эмне кылышмак? Сени көрүшсө, сага дагы көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк мактап, бийик тутар эле. Менден эмне сурашат? Сенден бейишти сурашат. Бейишти көрүшүптүрбү? Жок, о жаратуучум, бейишти көрбөгөн. Бейишти көрүшсө эмне кылар эле? Бейишти көрүшсө, аны дагы көп сурап жана ал үчүн аракет кылышмак. Эмнеден коркушат? Тозокко кирүүдөн коркушат. Алар тозокту көрүшүптүрбү? Жок, о жаратуучум, тозокту көрбөгөн. Тозокту көрүшсө эмне кылар эле? Тозокту көрүшсө, андан дагы көбүрөөк коркуп качар эле. Алла акырында мындай деди: Силер күбө болосуңар. Мен bir жерге топтолуп, мени мактап жана шүгүр кылган кулдарымдын баарысын кечирем. Алар өздөрү корккон тозок отунан сактап, өздөрү каалаган бейишке киргизем. Bir периште мындай деп сөздү улантты: О Раббим, алардын баары сени макташ үчүн bir жерге топтолгон жок. Ичинде алардан башка bir күнөөкөр киши да бар болчу. Ал киши bir башка иш менен ал жерге келиптир дейт. Алла мындай дейт: Аны да кечирдим. Алар ушундай жамаат, алар менен бирге болгондор алардын көлөкөсүндө кутулду. Окуядан алынган пайдалар. Алла Таала өзүн зикир кылган, эң жакшы сөздөр менен мактаган, шүгүр кылган кулдарынан ыраазы болууда. Алар Алланы bir жамаат ичинде мактаган үчүн Алла да аларды периштелердин ичинде мактоодо. Бул мактоого биз да татыктуу болгубуз келсе, ушундай пайдалуу илим жана зикир кылууга, жамааттарды издеп таап, алар менен бирге болууга аракет кылалы. Экинчиси, периштелер ар дайым Алланы эстеген жана мактаган инсандарды сүйүшөт жана алар менен бирге болууну каалашат. Периштелердин ар дайым биз менен бирге болуусун кааласак, бардык ишибизде Алланы эстеген жана мактаган инсандардан бололу. Эгер колубуздан келсе, ушундай инсандар менен достошуп, алар менен бирге бололу. Төртүнчү, Алла бардык бушаймандык менен тобо кылган кулдарынын тоболорунун кечирилүүсүн жана бейишке кирүүнү каалагандардын баарысын кечирет жана бейишине киргизет. Ошон үчүн дуа кылалы. Ушундай кылсак дуаларыбыз кабыл болгондой эле Алланын сүйгөн кулдарынан болобуз.
Өзүбүз жаман жана күнөөлүү адам болсок да, жакшы инсандар менен бирге бололу. Алардын жакшылыктарынын себеби менен Аллах да бизди алар сыяктуу жакшы адам кылуусу мүмкүн. Ошон үчүн жакшы инсандар менен көбүнчө бирге болууга аракет кылалы. Бул баян пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген окуялар аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.